Сәлем достар. Жалпы кез келген саланың өз қиындықтары болады ғой. Мына бақташылардың қиындығы құмырсқалармен соғыс. Мен құмырсқаларға не істемедім, бәрін істедім. Бірақ бұларға ештеме әсер етпейді. Бұлар бір жерден екінші жерге көшіп жүре береді. Сондай мықты жәндіктер өзі сондай. Енді мынауды көріп тұрғандарыңыз, бұл бананның езіндісі. Бор қышқылының езіп, қантпен араластырып, сөйтіп құмырсқаға ловушка дейді ғой, сондай жасайды екен. Ал мен осы бананды алдым да, оған бор қышқылын араластырдым. Сөйтіп езіп таяққа малтып қойған, мінекей достар. Мінекей таяққа малтып қойсам, құмырсқалар қараңыздар не істеп жатыр. Мынаны кім түсіндіріп бере алады? Бұлар алады да ана жерден топырақты алып, мына бананның езіндісі тұрған нені жауып жатыр. Мінекей. Бағана ештеме болмай жоқ болатын. Қазір топырақты үстімен жауып қойғандар, өз көзіммен көріп сіздерге түсіріп көрсетіп жатырмын. Бұл не екен? Қараңдаршы достар. Бананды алып, бананның бетін топырақпен жауып жатыр. Сонда бұлар ақылды ма екен, мына бор қышқылының зиян екенін біліп тұрма деп ойлап тұрмын да. Сөйтіп індерінің алдында томардай болып жатқан уды осылай ауыздықтайын дедім екен. Бұл құмырсқа деген өте ақылдының ақылды жәндік екен ғой, қараңыздаршы достар. Не деген мынаға не айтамыз мынаған? Мінекей, өздері алып мына жердің бәрін ана бананды жауып атқанын айтам да. Бұндай да қызық болады екен. Мына дәрілер бұған пысқырғанда жоқ. Алып інне тасып, ойбай жоқ болады деген дәрі бұған қарағанда жоқ. Осындай жағдай достар. Мынаны мен ары қарай не болатынын білмеймін, бірақ ей құмырсқалар, кетіңдер менің бақшамнан деп тілек тілейміз, басқа не айтам енді. Шаршатты бұл құмырсқалар. Өздері сондай ақылдар менен асып кетеді. Маған мысалға қазір бананды бор қышқылымен танымайтын біреу араластырып берсе, жеп қоя салушы едім. Ал мынаны қараңыздар, осындай достар. Кейде жәндіктер адамнан да ақылды болып кетеді. Мінекей достар, мынау енді қызық болды. Жаңағы қалдырып кеткен таяқшамнан осылай болып тұр. Мінекей жабуға әбден тырысқанда, сосын өздері қашып кетіпті құмырсқалардың. Құмырсқа қашқан деген күн болды бүгін. Демек, мына менің әдісімнен де нәтиже болып тұр ғой. Осылай енді аңдып жүріп, олар енді бір күн тағы бір жерден шығады ғой. Шыққан кезде мен бұларды тағы да қойып, солай қуып ары қарай көшеге шығар жіберемін да. Бұл тіпті жақсы екен. Құмырсқадан аламай жүрген өшім жоқ, бірақ бұлар менің бақшама зиянын тигізіп жатыр. Демек, не істедім мен? Жарты бананға 20 грамм бор қышқылын ботқа етіп ездім, араластырып. Бір пакетте 10 граммнан 2 пакет бор қышқылын алдым да, борная кислота. Мінекей, содан ботқасынан жасап осылай құмырсқаның ініне қалдырып кеттім. Міне, ештеме жоқ. Тағы бір осы ауланың басында бір жерге қалдырғам, ол жерде де жоқ қазір. Ал енді мен ойладым, қазір күн бір бұлт бір не болып тұр, содан қашып бұлар кіріп кетті екен деп. Сөйтсем, анау жүр екен, індерінен бері қарай шыға алмай жүр. Все-таки анау бір-екеуі індерінен бері қарай шықпай жүр, көрдіңіздер ме? Демек, нәтиже бар екен. Бұлар енді тесіп, қазір басқа жақтан шығады. Қай жақтан шықса да мен шыққан жерлеріне осыны қойып, көшеге қуып жерем енді. Ал жолдарың болсын құмырсқалар. Құрметті көрермендер, пайдалы деп тапсаңыздар, қолдана беріңіздер, болады екен. Нәтиже бар екен.